Қылкөпір үстіндегі қазақ шаруасы. Қазақтың өмір жасының ұзақтығы өз қойныңдағы өтірік пен шындықтың қақ ортасындағы қылкөпір үстінде қалтырап тұр, ағайын. Енді не істейсің? Адам баласы қанша жыл өмір сүріп, қандай бақытқа қол жеткізері негізінен үш түрлі жағдайға тәуелді. Бұның ең бастысы бүгінгілер үшін ішіп-жемнің сапасы. Бұған үстеме ретіндегі екінші жағдай қоршаған ортамен байланысты. Оның ішінде жұтар ауа мен су бар. Үстіңдегі кеңістікте қандай күштер билік құрып, төмендегі кісілерге қандай жақсы-жаманды ықпал етуі қоса бар. Осының бәрі бізді қоршаған әлеммен тұтастықта ұстайды. Ал енді кісінің өмір сүрген қоғамдық жағдайы сізге бұдан да зор күшті ықпалды. Қоғамдағы физика-психологиялық күй сіздің тағдырыңызда шешуші рөл атқарады. Кісі жасын ұзартуға ықпалды деген үш жағдайдың біреуі де жетіскен емес, бәрі түгел ақсап жатыр. Ішер су мен жұтар ауа шектен тыс болғанды ма? Оның деңгейі қандай екенін елді басқан туберкулез бен өкпе рагы, асқазан жарасы, ішек-қарын рагы, есебі белгісіз анемия дерті мен алуан түрлі майда шүйде эпидемиялар көрсетіліп тұр. Қазіргі қазақ қандай тамақты ішіп жейді десек, ағарғаннан шетелдің ұнтақ сүтінен жасалған жасанды өнімдер бірден тілімізге оралады. Қанша сақталса да өмірі бұзылмайтын бұндай ақ түсті ертінділерді қалалар мен ауылдардағы дүкендерден күн сайын алып қарық болған халықпыз. Сәбилерге де соны сүт деп бересің. Қорадағы топ сиырға бұзауын қосып жіберіп, өздері көк жайлауда қатықсыз қара шайға қамалған малшы қазақтар кеңестік дәуірдің кейінгі 10 жылында пайда болды. Сары майды да ауылдағы дүкеннен сатып алатын, сол кездегі ауылдағы әйелдер жалғыз дүкенге ауданнан бір-ақ рет әкелінетін божыған орыс бөлкесін күтіп, сағаттар бойы отырушы еді. 5-10 данадан жабыла сатып алатын. Үй-үйде жинаулы тұрған қап-қап ұн болса да, неге екені белгісіз сол кездегі жеңгелер дүкеннен бөлке сатып алуға құштар еді. Ол кездегі дүкенде жетіскен тамақ бар ма? Енді міне, сол күндердің нәтижесінде пайда болған асқазан жарасы кеңінен жайылып барады. Қазіргі орта мектепте дені сау баланың жоғы да ішіп-жемнің сапасыздығынан немене. Ас адамның арқауы екенін соңғы бір ғасыр ішінде түгелдей ұмытқан елміз. Осы күнгі нан тағамы табиғи наннан мүлдем бөлек химиялық қоспа нәрсе. Жеген кісінің ішек-қарны қалдыққа толады да, ми жүйесіне керекті жақсы энергия алынбайды. Күріш өнімі де сондай синтетикаға еріксіз айналып барады. Біздің кездегі бидай мен күрішті соңғы 40-50 жыл бойында жасанды жолмен сапасыздандырдық. Басында кеңестік химияның қызуында өндірілген фосфорлы тыңайтқыштарды егістікке аяусыз төктірді. Қысы-жазы далада теңкиіп жататын сол кездегі есепсіз көп химиялық тыңайтқыштар астықтың ағзаға қажетті құндылығын толассыз бұзды. Астық себілген алқаптың бәрін осылайша улап болған соң келіп, ақштың одан да улы химикаттары үстеме болды. Осыдан кейін біз экологиялық таза өнімдерді космостағы орбитадан күтеміз бе? Қазақ жерінде өсіп жатқан қазіргі дәнді дақылдардың биохимиялық ішкі құрамы бұдан 30-40 жыл бұрынғыдай емес. Жасандық айналып бітті. Өсу процесіндегі егістіктің өзіндегі жартылай синтетикаға айналған біздің ақ бидай ұн болып тартылған кезде химиялық қоспалармен тағы еселенеді. Бүгінде алуан түрлі ұн өнімдерінің 50-80% химиялық қосындыдан тұрады. Кеңестік дәуірде совхоз-колхоздарға таратылған бірінші, екінші сортты ұнның бәрі шектен тыс былғаныш құрамды еді. Соның бәрін ауыл қазағы жеуге мәжбүрленді. Сол ұндарды шығарған зауыт егемендік тұсында бұндай қоспаны одан әрмен еселеді де, сары түсті, тіпті таттанған темірдің түсіндей высший сорт ұнын шығарды. Оны да қазақ өндіріп, қазаққа жегізді. Ылғалы тапшы өңірде бидай егістігіне тыңайтқыштарды оңды-солды іспелей беріп, жасанды түрде борсиған дәнді бидай алу мынау егемендік кезеңде шықты. Әр гектардан 26-27 центнерден дән алып мақтанған осындай шаруашылық Қостанай облысында пайда болды. Осы шаруашылықтың басшылары жалпы адамзаттың болашақ өміріне қаскөй дұшпан ба деп ойлайсың. Суы аз аудандарда тыңайтқыштарды іспелеу арқылы астықты жасанды жолмен бұндай ылғалдандыру тәсілі жалпыламаға айналса, онда біздің халық жаппай кеңкелестікке бірінші болып ұшырайтын шығар. Иісіне дейін химия сасып бұзылған сырдың ақмаржан күріші анау. Дәннің ішкі құрамындағы сары таты көзге ұрып тұрады. Осындай себептен де біздің халық Қытайдан тасылған баракатқа тым әуестенді. Баракаттың сырты тап-таза, өзі мөлдір.
Сырдың ақмаржаны болса химиялық жағынан жасанды тыңайтқыштарға ұзақ сонар қанығып біткенін қазір жасыра алмайды. Баракат күріші ондай ашық мінезі қазақи көңілден емес, Қытайдың өзі секілді ішімдегіні тап қулығынан. Ішіп жемдегі талғамсыздық кісіге ең алдымен өз басын құнсыздандырады. Әуелім, Алматы қаласы халқына беріп жатқан суық судың құрамына жан төзбестен химиялық қоспалар қосылған. Жиі қосатын улы химияның реакциялық белсенділігіне металл шәугімдердің ішкі эмалы 3 тәулікке әрең шыдайды. Шайқор қазақтың ішек қарны бұндай суды пайдаланудан кейін түрлі жараға толмай қайтсын. Водоканал басшылары болса ақпарат құралдары арқылы Алматы суының республика бойынша ең таза әрі тұнық екенін жарнамалап әуре. Ал енді атауы итпен байланысты хот-догқа тойған сайын кісінің денесі іркілдеп, сүйектері қалыңдап, семіздік басады. Сүйегі қалың, балпиған денеде сергек ой қайдан болсын. Бізге керегі осы ма? Шықпа жаным, шықпашы. Егемендік тұсындағы жалпы қазақ өз-өзінен 3 классификацияға жылдам жіктелді. Өрдегісі экстра элита қазақтар, ортаңғы бөлікте аудан ауылдардың элитасы. Үшінші топ қала мен даланың жалпы халқы мен зиялы қауымы. Өмір жасты ұзарту бұлай қалып, шықпа жаным шықпашы, қалт-құлтына көшкені осы үшінші сортты халық. Ауылдың бұндай тұрғындары ең болмаса таза ауада жүр ғой деп ниет тұтасың. Қаладағы қара күйелі ауамен тыныстаған аш-арық қазақтар ше. Жер асты шахтасында көмір тозаңын жұтып жүрген аш кісілер ше. Шетелдіктер билеп алған кен орындарында алуан түрлі қышқылдар мен химиялық сілтілерді қолмен ұстап, иісін жұтқан жалдамалы жұмысшы қазақтар ше. Ақштан тасылған улы химикаттарды далаға шашып, жәндік атаулыны жойған тұрғындар төбесіндегі кеңістік ішінен сол істегеніне лайық апатқа ұшырамайды деп кім айтады? Жыбырлап жүрген құмырсқаның аспан ішіндегі пір иесі өте күшті. Жердегі жәндік атаулы сіздер ойлағандай иесіз байғұс емес, ағайын. Қолмен өлтірілген жай шегірткенің әрбіреуі сол ортаға қажетті жәндік. Циклды кезеңде келіп кетер саранча жойқын үшін бейбіт өмірдегі еркін даланың барлық жәндігін қырып тастауды қалай түсінеміз? Өмірін ұзартқысы келетін халық өздері жүрген ортаның жәндігіне зиян жасамауы тиіс. Ақштан әкелінген химикаттар біздің жердегі жәндіктерге ғана емес, топырақтың өзіне де белсенді ықпал ететін улы жемір. Ол эрозия тудырады. Эрозияға кедергі жасайтын ұсақ жәндіктер сіздердің қолмен кеше өлтірілді. Эрозияға қарсы тұратын топырақ құрамындағы табиғи майлылығын ақштың белсенді химикаты баяғыда реакциялап бітірді. Сөзбен лепіре мақтанудың Эверест шыңына жеткен жаңа қазақ, кешегі мен ертеңгі күнді де қатар ойлауға міндетті. Өмір жасты мақтаныш сөзбен ұзартып жатқанда төмендегі жай халық қандай күйде деп ішкі жаққа үңілу парыз. Айлығы 20 000 теңгелік металлург жұмысшы сол ақшамен баланы асырай ма, әлде жалғыз өзі тамақтана ма? Сондай 20 000 теңгеге біздің бір депутат неше рет түстенер еді. Көмір шахтасындағы смена бастығы алатын 42 000 теңгелік айлыққа біздегі қаржы министрі мейрамханадан неше рет түстенеді. Мемлекет металлург пен шахтерді бағаламаса, жоғарыдағы үкімет көп балалы қазақ анасын қадірлемесе, ортадағы әкімдер көп балалы әкені жақтырмаса, Құдай бізді бұдан ары не үшін жарылқап өмір жасты ұзартпақшы? Біздің халық қадірсізге айналды. Иә, ондайдың болуы мүмкін емес деп, қанша қарсы тұрсаңыз да айтылуға тиісті ашы шындықты жасыруға болмас. Осы ғасырдың ортасына таман әлемдік ауқымды қамтыған ашаршылық өтеді. Қоршаған кеңістік осыған қарай алдын ала бейімделуде. Бұл оқиғаның басталар орны орталық Америкадағы Мексикада, шақырымдық ұзындықта колбаса жасап, Гиннестік рекордқа бірінші жеткен Мексика тонна тортты да алдымен жасап үлгі көрсеткен рекорд иесі. Соған сай әлемдік аштық диетасында бұл бірінші бастап, одан да бір рекордты жасайтын шығар. Тағы бір мәселе, ақштан тасылған химикаттарды бойына жақсылап сіңірген қазақ жері кең көлемдегі эрозияға ұшырайды. Асқын түрдегі топырақ ауруының қайтымсыз процесті ықпалына төзе алмай жүрген жәндіктер де жаппай қырылады. Браконьерлер атып ойнайтын құстарда қалмай барады. Ендеген шөлдің көлемі тоқтаусыз ұлғайып төрді түгел бассын демесеңіздер, оны тоқтататын қамды қазірден жасау қажет. Сауаты жоқ елдегі туризмге еріксіз құрбандалған табиғи қорықтың бәрі бірте-бірте аң құсынан айырылмақ. Браконьерлердің ермегіне айналған ормандар толассыз өрттен жойылып бітер болды. Топырақты меңдеген эрозия осыдан кейін немен қалай тежеледі дейсің?
Егіншілер даярлап берген мол бидайға үстінен ие болатын дайын асқа тік қасық принципіндегі министрге топырақтың бұндай күйі бәрі бір шығар. Арнайы нұсқау берілмесе, ел мен жердің тағдыры сізге қажетсіз бөтен мәселе секілді. Осындай бөтеннің басты бір мәселесіне жайылымдардың үстіңгі жақтан улануы қосылып жатыр. Күйелі қарақұмық, қара күйі басқан ақ бидай масағы бізге нені айтады? Қазіргі кезде аспан үстінен түнде келіп, далада пісіп тұрған егістіктерді улайтын энергетикалық күш иелері жүр. Біздің түсінік таным жетпесе болды, ондайлар жерге келмейді демеңіз. Сондайдың біреуі Алматы облысы Райымбек ауданындағы Қарқара елді мекенінің шығыс жақ сыртындағы бидай егістігін 2005 жылдың жазында күйіліп кеткенін көрдік. Егістік мамандары бұны кештетіп жауған мезгілсіз қардан көріп, сүген алқапқа жатқызыпты. Әр масақтың ішіндегі әрбір дәнде көзге әрең көрінетін өте жіңішке қызыл түсті қылдай құрт жүргенін олар көрмесе керек. Басты мәселе сол қыл құрттың шығу тегінде. Әлгі жердегі мамандар айтқандай, мезгілсіз жауған қар үсіткен егістік болса, масақтағы толық дән үйтіп қалыптаспас еді. Ондай сүген бидайға анау секілді қызыл қыл құрт жоламаса аян. Кез келген паразит, құрт өз табиғаты бойынша ең толымды дәнге әуес. Жемістің де ең шырынды сортына құрт түскіш. Астық дақылдарына да паразит таңдап түседі. Мынау бидайдағы қызыл қыл құрт, қарақұмық пен тарыны да солай жейтін пәле. Оның құпиясы көне қазаққа ерте ашылған. Қазірде ыстық шайды көп ішкеннен пайда болды дейтін қылтамақ дерті кісі баласына сол қызыл қыл құрт түскен тарыдан жұғыпты. Оның атауы бұрын қызыл қыл құрттан болған тамақ дерті аталып келгенде, кейінгі заманда қысқарған сөзге айналып қылтамақ болды. Енді міне, сырты күйелі, сүген масақтарды егістікте жайқалтқан бойы қалдыратын жердегі қазақтар сол егістіктерде жайылған малдардың сүті мен еті арқылы қылтамақ эпидемиясын асқындатқалы тұр. Бұрынғы қазақ болса, егістікті тексере сала түп-түгел өртеп құртар еді. Бүгінгі қазақтың ондай танымы жоқ. Малдарды соның өзіне жіберіп қойған. Аспан үстінен келіп, жер бетіндегіге қастандық жасайтын қара күш иесі онша ақылды қу емес. Артында иісі бұрқыраған жаман ізі қалады. Соған қарап, істің мәні неде екенін танисың. Қара күш иесі 100% тазалықтағы ерекше тығыз құрамды көміртегінен құралған жанды нәрсе. Ол биологиялық емес. Бой қуаты өте жоғарғы энергетикалық бейне. Жер бетіне тек түнде ғана келіп кетеді. Жерге тақалу биіктігі шамамен 1 километрдей қашықтықта. Одан да төмендесе, жердің сызы оны өзіне қарай тартып энергиясын сора бастайды. Соны сезе бере ол пәле биіктен қашады. Қашқан сәтте оның сыртқы түгі біраз мөлшерде шығындалып төмен қарай себіледі. Төмендеген сайын температурасы азайып, мөлдір түсі жойылады. Масақтарға тигенде бірден қара күйеге айналады да жабысып қалады. Бидай масағында да өзіндік рух бар. Соның қуатымен жалма-жан реакцияласқан бұның энергиясы өзіндік личинка түзеді. Содан соң 16 тәулік өткенде жіп-жіңішке қызыл қыл құрт дәнге тісін қадайды да жылдам семіре бастайды. Ғарыш әлеміндегі биіктен ең жоғарғы тазалықта, аса тығыз құрылымда келген көміртегінің бұл ерекше сорты жер бетіндегі ашық ауалы биосфера ішіне жеткенде бірден бұзылады. Масақ сыртында соның өлі тозаңы жабысып қалған. Ал енді құрттың қызыл түсті болуы неден деңіз? Оның тегі бұның оптикалық толқынымен байланысты. Жерге келіп кетіп жүрген қара күш иесін көзбен бақылағың келсе, оптикалық сәуленің инфрақызыл аймағына бейімделген аппаратураны қолданасың. Бұндай аппаратураны түнгі соғыс майданында әскерлер көптен бері қолданады. Кәдімгі жарқанат ультра дыбысты естиді де, анау секілді инфрақызыл облыста көреді. Кісілер онымен түнде кездесіп қалса, айықпас дертке шалдығарын атам қазақ бұрыннан білгенде сақтандырған. Қара күш иелері келетін кезде аңдып жүріп, қазақтар мың-мыңдап қырған орындар бар. Заттық дәлелімен жатыр. Сондай қойманы Алматы қаласына ең жақын деген біреуі Қырғыз елімен шекаралас Көкайрақ жерінде. Ең болмаса, осы кенді ашқызу керек еді. Бұндағы кеннің беті ашылар болса, оның мөлшеріне қарап, бұны дәл сол жерде жасаған адам пайғамбардың адами күші қандай екенін бажайлар едік. Оған дейін өзіңіздегі егістіктер мен шабындықтарды анау қара күш иесінен қалай қорғауды үйреніңіз. Піскен кезде өртеніп жатқан бидай алқаптарын жыл сайын молайта бермей, оның да себепкерлерін түн ішінде аңду керек.
Сонда барып біз қатерлі ісік дертімен ауырғандардың санын азайтуда өзіндік үлес қосар едік. Бәрі де өз қолыңызда, ағайын.